оқушылар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Отыруларыңызға болады. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбымен сіздерді таныстырайын. Бүгін біз сіздермен Аяз би ертегісі кейіпкерлер әлемі деген тақырыппен таныс боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын алдымен сіздермен шаттық шеңберін құрып, өзара жақсы тілектер тілеп алайық. Ол үшін сәлеметсіздер әдісі арқылы бір-бірімізбен алақандарымызды, саусақтарымыздың басын жымдастырамыз. Бірінші бас бармақпен. Бас бармағымызды тигіземіз, балалар, бір-бірімізге тигіземіз. Сәлеметсіңге. Екінші саусақ, сұқ саусақ, мен саған біріктіреміз. Үшінші ортаңғы саусақ, денсаулық. Төртінші сәттілік тілеймін. Алақандарымды жымдастырамыз, алақандарымызды. Не дейміз? Амандасамыз. Жақсы отырсаңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбымен сіздерді таныстырайын. Бүгін біз сіздермен Аяз би ертегісі кейіпкерлер әлемі деген тақырыппен таныс боламыз. Балалар, бүгінгі біздің сабағымызды оқу мақсатымен таныс болу қалайық. Бүгінгі біздегі сабақтағы оқу мақсаты шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға береміз. Бағалау критерийі көркем шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру. Онда балалар өткен сабаққа шолу жасайық сіздермен. Өткен сабаққа дайынбыз ба? Үй тапсырмасын оқытқан бұл сабақта бөлінеміз. Бірінші топ алтындар тобы боласыздар сіздер білгірлер тобы, сіздер зерттер тобы. Жақсы. Онда өткен сабаққа шолу жасайық балалар. Өткен сабақта оқып келдік қой бәріміз. Сұрақтарға жауап береміз. Өткен сабақта біз Аяз би ертегісінің табылғасын сюжеті композициясымен таныс болғанбыз. Енді бәйге әдісі арқылы сұрақтарға жауап берейік. Топ бойынша кезектесіп жауап берейік балалар. Аяз би ертегісі қандай ертегі түріне жатады? Шыншыл ертегі. Шыншыл ертегі. Дұрыс па балалар? Жақсы. Келесі сұрақ. Аяз би жаман құстың жаманына нені жатқызады? Жақсы. Келесі сұрақ. Ханның гауһар тасы қанша уақыттан соң қасиетін жоғалтады? Айтады. 2 жылдан соң. 2 жылдан соң. Дұрыс па балалар? Жақсы. Шеңгелдің қандай пайдасы бар екен балалар? Ал айтады. Шеңгелді отқа жағып жылытуға болады. Отын ретінде пайдалануға болады. Жақсы, тамаша. Келесі, қан кімнің баласы болып шығады? Қан кімнің баласы болып шығады? Наубайшының баласы болып шығады, жақсы, тамаша. Сәйкес балалар, біз топпен жұмыс орындаймыз. Бұл жұмыс қабырғадағы бір стратегиясы деп аталады. Сіздерге мынандай қабырғадағы суға беріледі. Осы суға бойынша әр топ кейіпкерлердің іс-әрекетіне, бейнесіне сипаттама жазады. Сұлбаның ішіне негізгі кейіпкердің портретін, істеген іс-әрекетін, сұлбаның сол жағына кейіпкер туралы өздерін туындаған сұрақ болса, оң жағына не жазады екенбіз? Кейіпкердің адамгершілік қасиетіне байланысты тұжырым жазамыз. Бұл мақамға келуі мүмкін. Бірінші топ сіздер
Сіздер кім туралы жазасыздар? Мадам хан туралы жазасыздар. Сіздер уәзір туралы орындаймыз. Бұрадағы бөләдісін біз мынандай дискриптор арқылы бағалаймыз. Бірінші, кейіпкердің портретімен әрекетіне сипаттама бере алса, оған 1 балл аламыз. Кейіпкер туралы туындаған сұрақ құрастыра алса, тағы да 1 балл аламыз. Және кейіпкердің бойындағы қасиетіне байланысты тұжырымды мақал-мәтелмен бере алса, оған да тағы 1 балл беріледі. Жалпы 3 баллдық жүйемен бұл тапсырма бағаланады. Түсінікті ме? Жұмысты аяқтап болса, кәне тақтара шығып, жұмыстарымызды қорғаймыз. Бірінші алғызар тобы, дайын болсаңдар, келе қойыңдар. Шығамыз, е? Кәне кім шығады? Сіздерде қорғаймыз, е? Біз Аязби туралы жаздық. Аязби ол сабырлы, ақылды, тапқыр, әділ, данышпан, алғыр, мейірімді, кеңпейіл, жомарт, шыншыл, әділетті. Әділдік мұратқа жеткізеді, сыртына қарап бағалама. Жақсы, Аязбидің сипаттамасына алулар Аязбидің әділдігі, тапқырлығы, адалдығы, данышпандығы, мейірімділігі туралы жазған екен. Ал енді Аязби туралы тұжырымды мақал мәтел, қандай мақал мәтел жазыңыздар? Әділдік мұратқа жеткізеді, тамаша. Ал қандай сұрақ қойды бізге тапсырма бойынша? Аязби тарихта болған кейіпкер. Аязби тарихта болған кейіпкер ме? Тарихта болған кейіпкер ме балалар Аязби? Кім жауап береді? Ал, Бекежан? Иә. Қалай деп айтпақсың? Болған, иә? Назарбек Байғалидың кеңесшісі 12-13 ғасырларда өмір сүрген. Ол тарихта болған адам деп те атай аламыз. Берілген кейіпкер ол Мадан хан. Мадан хан осы ертегінің басты кейіпкерлерінің бірі. Мадан хан өзінің басқаларға қарағанда ақылды, данышпан санайды, басқаларға қарағанда өзін жоғары қояды. Оның қырық уәзірі бар. Ол батыл. Мадан хан басты кейіпкердің бірі. Өзі жоғары санайтын адам. Кіші пейіл. Бір жазған мақал мәтел: байлық не керек, адалдық жинасан, бірлік не керек, әділдік қылмасан. Біз қойған сұрақ: Мадан хан ұрпақта қанша атадан бері хандық тақта отыр? Мадан хан ұрпағы қанша тақтан бері хандық тақта отыр дейді. Кәне кім жауап береді? Ал жауап береді. Мадан хан ол наубайшының ұлы. Сондықтан ол 7 атадан бері хан болып табылмайды. Жақсы. Біз қорғайтын кейіпкер қырық уәзір. Біз оларға мынандай негіздер дейміз. Қырық уәзір өз қарабасын ойлайды. Арамзақ, ол ақылы аз және де кекшіл. Олар басында ханға данышпан болып көрінгісі келді. Олар ханды жаманға қатты қызғанды. Олар хан мен жаманның ортасына от салды. Жақсы. Кәне қандай сауал қойды? Олар неге жаманның қастандығы ойлайды? Олар неге жаманға қастандығы ойлайды? Осы сұраққа жауап беретін оқушы бар ма? Қырық уәзір неге жаманға қастандығы ойлады? Ал айта ғой. Себебі қырық уәзірі өздерінен данышпан жаман деп әкелген адам өздерінен данышпан болып кеткендіктен онда ғана қылғанып, содан кейін жаманды ойлады. Жақсы, тамаша отыра ғой. Қандай мақал-мәтелмен тұжырымдады? Біреуге ор қаза, өзің түсті. Өте жақсы, тамаша. Біреуге ор қаза, өзің түсесің деген керемет ғибарат сөзбен қорытындылаған екен. Жақсы, отырамыз. Жақсы, тамаша балалар. Енді келесі әдісіміз айналмалы бекет деп аталады. Сіздердің қолдарыңызда жасаған постерге байланысты қазір біз осы постерді келесі топтарға береміз.
Және осыған өзіміздің басқа топтар қосатындарымыз болса қосамыз. Берілген топ тапсырманы дұрыс орындады ма? Тағы не білеміз, не қосамыз осы Маданханға байланысты, Аяз биге байланысты. Жарай ма? Біз жасаған жұмыстарымызды келесі топқа беріп, не қосуға болады, не алуға болады, келісесіңдер ма, келіспейсіңдер ма, талқылап көріңізші. Тапсырмасы бойынша дескрипторларға қарайық. Жалпы балы 2 балл. Бірінші, әр кейіпке берген сипаттаманы толықтырады, кейіпкер іс-әрекетіне баға береді. Осы тапсырманы дұрыс орындаған жағдайда біз 2 балл аламыз. Айналмалы бекет әдісімен өзімізге ұсынылған басқа топтардың жұмысына баға берейік. Оған алып қосарымыз бар ма екен? Ілгірек тобының жұмысына баға береміз. Алғылар тобы кәне? Алғылар тобы шамалар келгенше Маданханға мінездеме жасады. Біз оларға мынандай мінездемелер қостық. Маданхан адыл, асыл туған ақылды, шыншыл, мейірімді, өзінің заманындағы хандардан артық. Келісесіңдер ма? Келісесіңдер ма балалар? Қосқан сипаттама дұрыс па? Жақсы, рахмет. Сіз деректер тобы Алғылар тобының жұмысына қандай баға бересіңдер? Алғылар тобы Аяз би туралы мәліметті өте керемет жасаған. Біз Алғылар тобының мәліметіне Аяз би туралы мәліметке қосарымыз. Ол жаман. Жаман бұрында өзін егер жаман қылып келеді, себебі ол өзінің артында бірде-бір ұрпақ болмады. Ол Маданханға келген кезде ол өзінің данышпағын көрсетіп, ол таққа билікке отырды. Жақсы, өзінің еңбегімен, таза күшімен, адалдығымен билікке жеткен екен. Жақсы, рахмет. Отыра қойыңдар. Қырық уәзір туралы жазған, біз оған кішкене қостық. Өте қол, және олардың ақылы аз, жаманды жұқтырмайды. Ханға жақын болғысы келеді. Қырық уәзір ханға жақын болғысы келіп, барлық арамдық сұмдықтарын іске қосады. Қырық уәзір 200-ді нашар адамдар екен. Тағымыз бойынша тағы тапсырманы орындаймыз. Және тақтаға қарай. Екінші тапсырма бұл ой парасы әдісі. Бұл әдісті балалар біз білеміз. Бұл жерде Аяз би ертегісіндегі ой тұжырымға қатысты өз көзқарасымызды жазамыз. Аяз би ертегісінің даналығы тұжырымы не еді балалар? Енді осыған байланысты әр оқушы өз көзқарасын дәптерге жазсын. Осы тұжырымды қалай түсінеміз? Біз балалар бұл тапсырманы жалпы 2 балмен бағалаймыз. Бірінші, ой тұжырымды анықтайды 1 балл, өз көзқарасын білдіре алады 1 балл, 2 балл. Кәне көзқарастарыңызды, тұжырымдарыңызды оқиын, аяуын оқи ой. Аяз би әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деп сол сөзді бекер айтпаған. Себебі Аяз би хан болып, менің ақшам байлығым тасып жатыр. Не істесем де өзім білемін, мен ханмын деп ойына келгенін істемес үшін қабырғаға ескі киімдерін іліп қойдым. Әрбір адам қандай жетістікке жетсе де бұрынғы өмірін ұмытпауы керек. Не дейсің? Аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл дегенді мен яғни ешқашан байып кетсең де өзінің кім екенін ұмытпауым керек деп түсінемін. Жақсы, тамаша. Сіз не жаздыңыз? Аяз би әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деген себебі бимін деп, хан болдым деп ойға келген істемес үшін ол өзінің биінің төріне бұрынға қой бағып жүрген кезіндегі шапанын іліп қойды. Әр адам өзінің өткен өмірін ұмытпау тиіс. Жақсы, тамаша. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, біз енді кері байланыс бөліміне жеттік. Бүгінгі сабақ бойынша жетістік баспалдарына назарымызды аударайық.